Қазіргі уақытта көптеген адамдар бастарына сынақ түскен кезде психологты жағалап кетеді, ананы жағалап кетеді, мынаны жағалап кетеді. Әйтеуір проблемаңнан шығарып берем. Егер қаржылық проблема болатын болса, сенің басыңда әлгі бір блоктар тұр, сол блоктарды шешіп берем, үйтіп берем, бүйтіп берем дейтін сондай әйтеуір сабақ сатқыштарды жағалап жүреді. Ал егер проблемаңыздың шешімін қаласаңыз, ең бірінші кезекте шешімі кімде? Алланың қолында. Бағана Арман ұстаз кім Алла тағаладан сол Құран арқылы шипа сұраса деп айтты ғой. Біз тіпті ауырған кезде де ең бірінші кезекте мысалы отыра қалып Фатиханы оқып, Ихласты оқып, бағанағы басқа сүрелерді оқып, өзіңізге дем салсаңыз, сіз Құраннан шипа іздеген боласыз. Ғұламаларымыз Құранды тастау бірнеше түрге бөлінеді деген кезде, соның бірі Құраннан шипа іздеуді тастау деді. Біз басымыз ауырса, бірден бағанағы аптечкаға жүгіреміз. Тағы бір жеріміз ауырып қалса, бірден аптечкаға жүгіреміз. Оған дініміз тыйым салмайды, дұрыс, дәріңізді ішіңіз, әрекетіңізді жасаңыз. Бірақ ең бірінші кезекте Алла тағаладан шипа сұраңыз, бір-екі аятты оқып, өзіңізге дем салыңыз. Неге? Өйткені Құран шипа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында сахабалар айтады ғой: "Иза хазабаху амрун фазаа иля ссалах" дейді. Егер басына бір іс түссе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші істейтін ісі ол тұрып намаз оқитын еді дейді. Неге? Өйткені бүкіл проблемалардың, бүкіл қиындықтардың шешімі Алла тағаланың қолында. Алла қаласа, сіздің әлгі проблемаңызды оп-оңай шешеді. Біз ең бірінші не істейміз? Телефонымыздан так шешетін кім бар еді, қандай таныс бар еді деп іздейміз. Кімге звондау керек еді? Так, кім бар еді? Кімнің танысы бар еді? Сен пәленші деген ана жер танысың бар еді ғой, мына жерде мынауың бар еді ғой деп. Жақсы, жарайды, дүниелік әрекетіңізді жасаңыз, себебін қарастырыңыз. Бірақ бірінші кезекте 2 ракат намазыңызды оқып, Алла тағала ісімді жеңілдет деп Алла тағаладан сұраңыз. Алла тағала сіздің ісіңізді жеңілдетеді. Және сол проблемаңыздың шешімінің ең үлкен жолы бұл түнде тұрып, Құран оқып, намазда тұру. Түнде тұрып, Құран оқып, намазда тұру.